Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus кітабының 56-шы бетіндегі International Festival деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Каналға тіркелгендерге ғана жауаптары көрінетін болады. Сонымен бастаймыз. International Festival дегеніміз, ол бізде халықаралық фестивальдар деген тақырып екен. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Read and complete the text with the verbs, then listen and check дейді. Яғни мына текстті оқы және де мына бос тіркеулерді толықтыр дейді. Сонымен бастаймыз. Мен сендерге қазір сабақтың соңында оқып аударып берем. Әзірге жауабын жаза берейік. Біріншіде бізде go болады, екіде бізде celebrate болады, үште бізде make болады, төртте бізде jump болады, бесте бізде decorate болады. Окей, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада саған былай айтады. Read the text again and write true false. Яғни мына тексті оқы және де true false екендігін жаз дейді. Сонымен тексті оқып аударып көрейік. Бастадық. Hi, I'm Fernando and I'm from Spain. Сәлем, менің атым Фернандо және мен Испанияданмын. One of my favorite celebration is New Year. Менің бір сүйікті мерекелерімнің бірі жаңа жыл. New Year's Eve is the day before the New Year, and in Spain, New Year's Eve we 12 grapes at 12 o'clock дейді. Яғни жаңа жылдық Eve ол бізде жаңа жылдың алдында бір күн болады Испанияда, және де біз 12-ге дейін 12 сағат ровно 12-де 12 жүзім жейміз дейді. It's very funny. Ол өте қызықты. I also like my name day because I go to a restaurant with my family and Evie дейді. Яғни мен бұл күнді тағы да жақсы көремін, себебі біз ресторанға барып, отбасыммен бірге біз тойлаймыз дейді. Екіншісі, Heidi. Hello, I'm Heidi. In Midsummer Day is in June, and it is an important celebration here in Norway дейді. Яғни сәлем, менің атым Heidi. Жаз ортасы берекесі ол июнь айында, яғни маусым айында болады, және де маусым айында болады, және де бұл маңызды мереке осы жерде Норвегияда. Бұл the name of the celebration is Jonsok. Бұл мерекенің аты Jonsok деп айтылады. On the eve of midsummer. Яғни ең жаздың ортасында болады. They біз make big fires and have parties outside. Және де біз сол күні үлкен алау жағамыз және де сыртта сауық кешін ұйымдастырамыз. People dance and sing and my friends and I jump over the fire. Яғни адамдар өлең айтады, би билейді және де мен достарым секіреміз оттың үстінен. We eat fish and potatoes. Біз ет пенен картоп жейміз. Арғарай. Hi, I'm Clara and I'm from England. Сәлем, менің атым Клара және мен Англиядамын. Christmas is my favorite celebration. Christmas ол менің сүйікті мерекем. We decorate our house and we have a Christmas tree. Біз үйімізді сәндейміз және де бізде үлкен Christmas tree, яғни шыша бар дейді. The day before Christmas, my friends and I sing a song and call carols in front of the people's house дейді. Яғни мерекенің алдында мен және менің достарым үйлерге барып ән айтамыз дейді. We get sweets and money. Біз аламыз тәттілер мен ақшаны. On 25th of December, we have a family meal. 25-ші желтоқсан күні бізде отбасылық тағам бар. My dad cooks turkey and we open our presents. Менің әкем turkey деген бізде үндік жасайды және де біз өзіміздің сыйлықтарымызды ашамыз дейді. Окей, енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмаға назар аударайық. True false. Яғни қараймыз. Fernando lives in Spain. Фернандо Испанияда өмір сүреді. True. He eats grapes in a restaurant. Ол ресторанда жүзімдерді жейді. Ол бізде false. Heidi celebrates Jonsok in June. Яғни Heidi Jonsokты июнь айында, яғни маусым айында тойлайды. Ол дұрыс. Her parents jump over the fire. Ол false, өйткені оның достары секретіне де.
оттың үстінен. Clara sings songs on Christmas Day. Крисмаста Клара өлең айтады дейді. Falls дейді. Ол Крисмастың алдындағы күнде өлең айтады. Clara's mom cooks a meal at Christmas. Клараның мамасы Крисмаста тағам пісіреді. Жоқ, оның әкесі үндік, яғни түркиді пісіретін еді. Яғни false болады. True, false, true, false, false, false болады. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада былай айтады. Build vocabulary. Match words 1 to 5 pictures, EA, and say a special food for celebration in your country. Яғни сәйкестендіруді айтып жатыр. Сонымен сәйкестендіріп көрейік. Мына жерде берілген сөздермен, 1-5 сөздермен дейді. Grapes деген сөз бізде E болады мені. Grapes деген мынау. Fish деген ол әрине мынау. D болады. 3 бізде A болады. A мені. Potato болады. 4 бізде sweets, тәттілер. Ол бізде мынау болады, және де 5 turkey, ол бізде үндік C болады. Енді 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. 4-ші тапсырмада сендерге былай айтады. What days are important for you? Why? Қай күндер саған маңызды және не үшін? Мен былай жаздым. For me, the important day is my mom's birthday because I love her very much. Мен үшін ең маңызды күн ол анамның туған күні, өйткені мен оны қатты жақсы көремін дедім. When is your next holiday? Сенің келесі мерекен қашан? Мен мына жерге жақсы қойдым. Менің келесі мерекем New Year. Мына New Year'ның ойына басқа да мерекелерді білсеңдер, жаза берсеңдер болады. Үшінші, do you ever get sweets and presents when? Сен қай кезде тәттілер мен сыйлықтарды аласың дейді. Мен былай жаздым. I get sweets and presents on my birthday at 7th January. Мен аламын сыйлық пен тәттілерді туған күнімде 7-ші қаңтарда дедім. Сендер өздеріңнің туған күндеріңді жазыңдар. 4-ші, are there any celebration in your town? Where and when? Сенде ауылыңда немесе қалаңда қандай да бір мерекелер бар ма дейді, қайда және қашан дейді. Мен былай жаздым. Yes, we celebrate 22nd March in Наурыз in center of the town. Я біз тойлаймыз 22 мартты Наурызды қаланың ортасында дедім. Сендер мына жерге village, ауыл деп жазсаңдар болады. Жалпы сабақ түсінікті деп болды деп ойлаймын. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Goodbye.